Баршаңызға сәлем. Бүгін мен табиғи қартаюға қарсы бет кремін қалай жасауға болатындығын көрсетемін. Ол үшін бізге бір қияр керек. Қиярды майда үкіштен өткізіңіз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Осы жерден көптеген пайдалы видеолар таба аласыздар. Қиярдың тұқымындағы витаминдер әжімдерді тегістейді, теріні сергітеді және нәрлендіреді. Қиярдың шырынын сығып алыңыз. Қияр целлюлезасымен бетке пилинг маска дайындаймыз. Пилинг маскаға 1 ас қасық қант, 1 ас қасық зәйтүн майы қажет. Барлық ингредиенттерді араластырасыз. Тазартылған бетке пилинг маскасын жағып, 3 минут бойы уқалайсыз. Масканы 15 минутқа қалдырасыз. Содан кейін жылы сумен шайып тастайсыз. Пилинг масканы қолданғаннан кейін тері тегіс және жарқырайтын болады. Енді қияр кремін дайындаймыз. 3 ас қасық қияр шырынына 3 ас қасық алоэ вера гелін қосасыз. Екі ас қасық кокос майын қосыңыз. Ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз. Бір ас қасық жүгері крахмалын қосасыз. Су моншасында қою болғанша үнемі араластырыңыз. Бұл тамаша крем теріні тегіс, жарқыраған және серпімді етеді. Крем барлық тері түрлеріне және көз айналасына жарамды. 1 ай бойы 3 күн сайын процедураны қайталаңыз. Сау және сұлу болыңыздар.